Қалайсыздар ең ұшылар мен подписчикті әсем әрқашан матчылар біздің көрместі Майнкрафттың 3-ші бөлімін жалғастыратын боламыз достар. Яғни Майнкрафттың көктемгі выживание достар. Сіздерге рахмет алдың бөлімге достар. Маған подписаться етіп лайк басып және көптеген комментарий жазып жатқандарыңызға достар. Сіздерге үлкен рахметімді айтамын достар. Достар, мен уже топ комментарий шығарайын. Көп сөйлеймін. Мен достар топ комментарийні біріншісі бүйтіп жазыпты. Топ брат, алға жылжи бер, миллионға дейін подписчик бола берсін. Саған тек көп видео шығарып жүре беру керек дейді. Достар, маған кішкене видеода көп шығару керек болып жүр. Және топ екінші комментарий: бро, сенсіз YouTube емес, бро, артқа жылжыма, тек алға, бро, мен саған сенемін, бро, топ матчы алға дейді. Өте рахмет осыны маған комментарий жатқаныңа. Және топ үшінші комментарий: матчы сен топсың, сенің выживаниең ең күшті, мен өзім олай жетпеген 100 000 подписчикке талпын дейді. Иә достар, саған рахмет маған осындай комментарий және осындай көптеген комментарий жатқандарыңа достар. Достар, және сіздер тағы ойлап жатқан болсаңыз, неге ерекше комментария жоқ? Достар, кешірім өтінемін достар. Мен жалпы ойлаған, яғни планым бойынша мен осы сериямда, яғни 3-ші бөлімінде неге барамын деп ойлап қойғанмын, яғни шахтаға. Бір жағынан, иә достар, мен оны және де тағы да бір адамның комментарий жазып, тағы да бір адам жазған комментарий, яғни шахтаға баршы деп достар. Сол себепті бір жағынан планымда сол бүгінге, яғни шахтаға баруға келіп тұр. Яғни бұйыртса мен шахтаға баратын боламын осы сериямызда достар. Яғни шахтаға баратын боламыз, яғни алмас тапқанға дейін достар. Маған бір жағынан ресурстар да көп керек болып жатыр. Және достар, сіздер мына неге флагқа мән бермей қойыңыздар. Неге десеңіздер достар, енді маған андай рейд істейтін адамдарды білетін боларсыздар. Яғни рейд істейтін адамдар келді маған, сосын олмен төбелесіп осындай заттарын алып алдым достар. Мен алып алдым дегенде, яғни енді өлген соң олардан түсіп қалды. Яғни айтқым келген осы. Және достар, мен осы сериямызда керекті өзімізге дайындалайық. Және бізге не керек? Уголь керек және палка. Яғни неге десеңіздер білетін боларсыздар, бірнеше факел сеуіміз керек, және де осы жеткілікті секілді, 61 штугы бар. Және де не керек? Кирка, бізде 2 кирка, мынау жалпы жеткілікті ойлаймын, бірақ сонда да керек болып қалар. Сонда да тағы бір не кирка сеп кетейін, және де маған бірнеше ағаштарым бар ғой достар. Мысалы, анда киркаларым бітіп қалып жатса, просто сонда уже ағаштарда керек болып қалады достар. Және де мен нереде, яғни бірнеше железалар тауып алғанмын достар. Неқтамет? Жо. Достар, есіме түсті. Яғни үйінің дәл қасында екен. Және достар, мен алдыңғы сериямда шынымен мына өтірік әзіршеген не істегенмін, яғни ферма істеген достар. Ол ферма маған өте көп не істеп жатыр, көмектесіп жатыр. Яғни достар, менің немде стейк бірнешеуі бар десе де болады достар. Яғни осы сиырларымыздың, яғни фермамыздың арқасында бірнеше тамақтар алып, яғни менің неге қайтсам екен, тамақтарға андай проблема дейді, қиындық ұшырамай жүр, қиындық болмай жүр айтарлықтай. Енді циминаны егіп бұйыртса, циминаның енді бұйыртса алға қарай оның да фермасын істеуіміз керек болады. Тек анау да тек андай ненің бер жағына тұр, тек қана, яғни қайтсам екен, андай өзен дейме, қайтады қазақша айтыр, сондайдың бер жақтарына тұр, тек қана айтарлықтай немес мықты жерде тұрған жоқ. Мына сиырларымыз әзірше өспеген, олар тұра берсін. Енді бізге железа не істеп жатыр еді. Сосын мен тағы да ар жақтардан тағы да бір железаларды, шахталарды көргеніміз, сол шахтаға баратын боламыз. Қазір көрсетейін сіздерге. Мен уже түн болып отыр да, бірақ ештеңе етпес. Мен стейгім бар ма? Яғни тамақтарымыз бар екен, жеткілікті өзімізге. Енді мына төменге өйстіп астықпа түсетін боламыз. Енді мына жерде 3 блоктан қазғам, тек қана 3 емес 2 блоктан қазғам, яғни өйстіп басыңды кішкене соғып жүресің дегенде. Қазір мына өрт түсімізге де құттай қалды. Міне достар, мына яқтарда мен железаларым бар, яғни өзімнің бана тауып алған. Яғни достар, мен бұны, яғни неге андай ойнамай тұрғаны қазбат десеңіздер достар, просто сіздер кейбірлерін жазасыздар, яғни бұның бәрі сен Торскийдан алып алдың деп. Жоқ, бәрін емес достар, кейбірлеріңіз жазып қаласыздар достар. Сол себепті достар, мен сіздерге көрсетейін деп, мен достар неден алмаймын, яғни Торскийдан алмаймын бұл железа, солардың ешбіреуін десе де болады, бәрін. Яқта железамызды қазып аламыз, өзімізге бірнеше керектілерін, яғни бірнеше емес, яғни әзіршеге бәрі керек железаларын. Енді қаншалықты
көбісі бар, соның бәрін алатын боламыз. Алға қарай мысалы балдармен де тұрып қалып жатсақ, бірге сол кезде уже бірнеше железо керек болып қалады, яғни киімдер, мечтар деген секілді сондай заттар уже керек болып қалады. Сол секілді сияқты достар уже. Мынаның бәрін аламыз. Енді бізде уже соны 22 не болыпты, яғни железаларымыз болыпты. Мынаяқта мынаяқта уже солты бар, мынаяқта да көргенмін, уже мынаяқта да солты бар. Мынаяқта бірнеше железаларымыз бар, соның бәрін қазып алатын боламыз. Міне біз оған дейін де уже немісті кесіп болды, яғни железаларымызды өзімізге керектісін алдық. Жақсы достар, мен жалпы бұл серияда мақсатым бірнеше железо табу емес, достар, мен жалпы осы серияның мақсаты яғни бірнеше не табу, яғни алмаздарымыз табуымыз керек, өзімізге керекті ең қымбат десе, яғни Майнкрафттағы. Сол себепті қазір жоғары қарай тағы да көтеретін боламыз, және де өйстіп оған не уже тым батып қалыпты, және де ұйықтап бұйыртса железаларымыз уже ертіп болған бар, 8-і уже киркасын істеп, 2 кирканы істеп, және де алмаздарымызды іздеуге аттанатын боламыз, яғни жол аттанатын боламыз дейтін бет, қалай айтатын еді. Мыняқта уже скелеттеріміз жүр, бірнеше емес, яғни біреуі. Және достар, мен ұмытып кеттім, мен сіздерге және тағы да айтуға достар, сіздер сұрайсыздар көбінесе мысалы Майнкрафттың версиясы қандай достар. Сіздер өте көбінесе осы сұрақ қоясыздар, яғни сенің яғни Майнкрафттың версиясы қандай достар. Сіздер мән берсеңіздер достар, мен бұл версиямның Майнкрафтта достар сіздердің яғни кішкене ыңғайсыздау айтып қалсам достар, кешірім өтемін. Яғни достар, бұл версия достар, сіздер бұл версия көз алдыңызда тұр десе де болады достар. Неге десеңіздер, қараңдар достар. Мен мынаяқта өзіме 2 керек железом істейін деймін. Ыңғайсыздау егер қатты айтып қалсам достар, сіздердің кешірім өтемін. Мына қараңдар достар, сіздер мына жоғарыларыңызда мен жүрегім тұр, соның қасында бета деп тұр, және де 1.14.0.50 деп тұр достар. Сол яғни Майнкрафттың версиясы достар. Және соның астында яғни менің телефоным қандай екенін, соны қанша FPS ұстайтын, соның бәрін көрсетіліп тұр достар. Кішкене қаттылау бір жағынан ыңғайсыздау айтып қойсам, яғни қатты айтып қойсам достар, сіздерден кешірім сұраймын. Егер бұл қатты естіліп сіздерге андай ыңғайсыздау естіліп қалса, сіздерден үлкен кешірім сұраймын да. Достар, сіздер көріп тұрған осы мен Майнкрафттың версиясы 1.14.0.50. Осы версияда ойнаймын достар. Енді біз железамыз болды, енді мына киркамыз істейміз де жолымызға, яғни сапарымызға аттанатын боламыз достар. Мына киркамыз бар, мыняқта бірнеше железаларымыз болды достар. Осы жеткілікті деп ойлаймын, яғни өзімізге керекті мыняқта топор істейміз, және де меч істейміз де, және де немізге кеттік, яғни шахтамызға кеттік. Міне достар, өзімізге де керекті шахтаны тапқан секіліміз достар. Яғни мен үйім ар жақтарда қалып қойған достар, сіздің көрулеріңіз бойынша, яғни координаттан достар, мен үйлерім шамамен ар жақтарда, және достар, мен мына қарай келе жатқанда мынаяқтан бір шахтаға тап болдым, яғни өте үлкен шахта секілді. Мысалы мынаяқта да жүретін жолдар бар достар, мынаяқтында да уже бірнеше яғни тесіктері бар десе де болады. Мына қалай бит төменге түсіп кететіні бар, ар жақ қарай, және де мынаяқтан ар жақ қарай шығып кететін секілді ғой да, қателеспесем. Мен уже ары қарай уже күн шығып тұр, яғни сол жақ қарай шығып кетемін, және де біз яғни осы шахтаны бүгінге іздестіретін боламыз, яғни Майнкрафттан осы шахтаға түсетін боламыз. Ендеше ары қарай қайда барамыз? Мысалы мынаяқтан түстік, мынаяққа барсақ тупик, уже мынаяқ тупик. Енді ар жаққа өзінің келесі жағына, яғни келесі бетіне баратын боламыз. Мына жағына қарай. Бұлай түсеміз. Достар, ұмытып кетіппін ғой достар. Мына шахтыны айтуға достар, мен яғни бұл шахтыны бәсем мына жерлер как будто маған таныс сияқты достар. Мына шахтыны мен бана сіздер ойнамастан бұрын, яғни мен ойнаған екенмін, бірнеше шахтыға барып түсіп көргенмін достар. Яғни осы яқтан бір шахтын осы шахтыға барғанмын, және достар мен төмен қарай осы жерге лесінсімен қазған болатын. Төмен осы лесінсімен қазған болатынмын. Енді осы яқтан уже ары қарай ешқай жерге қазған жоқпын. Уже ары қарай өзіме қызық болып тұр. Енді ар жақтарда не бар? Керекті золотылар болса, золотылар табатындай.
Мен банағы ана жақта золотын ұмытып кеттім ғой, жақсы іштеңіз. Енді мына жақта золото бар болар деп ойлаймын. Мына жақта болса, мына жақта бірнеше железалар бар. Мына жақта өте көп уголь екен. Ема, оба достар, ема достар, сіздер андай көрдіңіздер ме? Аңғарыңыздар. Ема достар, аңғарыңдар достар. Яғни құттай не? Құттай зомби, яғни үлкен зомбидің несі. Типа үстіне мініп алған достар, шын айтам. Ананы шын айтам достар. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Қанша рет Майнкрафт ойнадым достар. Именно аңғарыңыз достар, шын айтам. Сіздер комментарий жазып кетіңіздер. Яғни достар, сіздер де андайды көрдіңіздер ме? Ема. Майо достар, шын айтам, шынымен бірінші рет шынымен Майнкрафт андай мүмкін бе не? Мә уже арасын туылысып болды, мә біреулермен айырып дейсің. Ема достар, не секілді қандай өру? Спавн шығатын, Ема өте жақсы, өте керемет жерден шыққан секілдімін. Қазір сені жалып саған не жоқ. Ема қараңыз достар, өте керемет шақты секілді. Қазір үстін қасып, енді жоғарынан қасық бар ек. Ема достар, аңғарыңыз, зомбилардың спаундары. Ема құттықны зомбилар үстіне, үлкен зомбилардың үстіне шығарам ба, сондай бір достар. Енді өкінішке орай бұйырса бұған бармайтын боламыз. Яғни біздің бүгінгі сериямыздың мақсаты яғни Майнкрафттан алмас табу достар. Міне біз енді алмазды білетін боларсыздар, нешінші уровень кездесетін достар. Міне уровеннің 32-ші уровень, яғни бұдан төменге енді полибомнан астында полибом болады. Енді қанша дегенмен төменде түсу керек, суға секіріп. Опа, хорош. Мынақта аңғарыңыздар, мына жақта бәрі жиналып болыпты. Бәрін тап осылай айырып тастаймыз, және де мына үстіп мына суда мынадай ялка мешет етіп бар емес пе. Мына бүйтіп үстіне қарай мына үстіне қарай шығамыз, және мына бәрін бітіп тастауымыз керек. Бұлай, достар, ар жақта алмаз өте жақсы. Мына үстін бәрін бүйтіп жауып тастауымызға тура келеді. Мына лава кетеді, ема железамен алмаз. Керемет. Достар, енді сіздер де ойлап тұрған болсыздар, енді мынауда енді мен айтарлықтай қатты эмоцияда емеспін. Уже қанша мерт уже Майнкрафт ойнадым, бір жағынан уже қаншама не таптым, яғни алмаздарды таптым. Сол себепті алмазды көрсем мен айтарлықтай қатты эмоциям жоқ менің. Енді алдыңғы серияларда, яғни алдыңғы сезондарда ойнап уже железа тапқан соң уже енді үйреніп кеттік десе де болады. Міне бір алмаз, және жақта екі алмаз, және де ар жағына бар ма? Үш алмаз секілді өте қана да. Жақсы, үш алмаз өте. Алмаз ойынсымен онда мына лопатканы лақтырып тұрамыз. Мына алмазымызды алатын боламыз. Үш алмаз өте керемет. Енді тағы да ары қарай іздестіре береміз. Опа, ана жақта достар өте керемет. Редстоун. Қазір құта күтедірмін достар. Мына жақта енді золото бар. Сол золотыны бізге енді золото болып полибом керек. Яғни драконды өлтіргенде, мысалы, золото яблоко дегенде, мысалы достар. Аламыз, өте жақсы. Бірнеше золотымыз бар, бірнеше. Енді редстоунды алып аламыз. Редстоун дегер. Мына ерден аламыз. Енді достар, редстоунды білетін боларсыздар, енді сіздер не істеу керек. Яғни достар, мына редстоунды уже яғни бірнеше механизмдер істеуді, яғни механический дом дейді ғой. Достар, алғари механический домды істеуіміз мүмкін. Яғни ловушкалармен лазурит. Өте керемет. Мына жақта астынан лава атып шықпасын. Енді мына жаққа өтсеміз, бұна суда бітіп таған жерім еді. Су секілді егер қателеспесем. Достар, немес екен ғой, лава екен ғой. Достар, мына не ғой? Қайдатын таппайын. Обсидиан. Уже мынаған достар, мен құтты түсіп кетуім. Құтты қалды, және заттарымыз алдыңғы серияларда жоқ болып кетер еді. Достар, кәмір жолыма дұрши болып отыр. Достар, енді сіздер ойлап тұрған боларсыздар, мына блок травит қайдан пайда болады? Яғни достар, эндермен, яғни сіздер көрмейтін өлтірген, сол себептен блок эндерменнің қолына осы жүрген, және де око эндер дейтін түскен жоқ. Яғни эндерменнің көзі түскен жоқ, яғни айтқым келгені. Нақсан тек қана үш алмаз ба не? Тек қана бар жоғы? Үш алмаз. Опа, ана ар жағы ашық секілді. Алмаз, өте жақсы. Не деп ойласам, басында не деп ойлап қойған, яғни ұзын жоқ қап-қараңғы болған соң, яғни ескі шақты деп ар жағы әлі ашылады. Қазір құдай күтеріңіздер.
ескі шахта деп ойлап қалдым. Золото өте жақсы, яғни мындай лақтырып кеткендей де сондай шахта деп басында ойлап едім. Ема, өте керемет наяқ дейтін достар. Майя, аңғарыңыздар, не бірнешті достар. Нені бұл серияда бұның яғни шақтының бәріне де бармайтын боламыз достар. Және алғари бірнеше тағда достар уже бізге тағда ресурстар керек болып жатқан кезде достар біз қайтадан осы шақтымызға келетін боламыз достар. Өте үлкен шақты, яғни кімнің шегі жоқ дейді ғой, яғни сондай шақты секілді, яғни өзімізге енді алмаздарымыз енді әзіршеге маған жеткілікті. Және алғари уже жетпей жатқанда алғари уже мына шақтымызға қайтадан келетін боламыз достар. Ары қарай енді мен точно барамын. Енді ары қарай сіздермен бірге баратын боламыз. Я мына серия мына шақтыға да сіздермен бірге барып тұрмын. Сол секілді тупой. Енді яғни бұл өзімізге керекті ресурстар біткен соң, яғни алмаздарымыз өтіп қала жатса, осы шақта яғни қайтадан келеміз дегенім ғой. Және мына алмазымыз тезірек қалса қойып. Өте жақсы. Өте жақсы. Ема, ё-моё, не өкітті, бұлай аламыз. Біз шифтпен асықпен лава болу мүмкін. Ема, неғылыңыздар удача 3 дейтін кирка болғаны, ё-моё. Қаншама железа табар. Железа деп ой, алмас табар едім. Жақсы ештен етпес. Енді бұйыртса алғари тағы удача 3 дейтін неміспен қайтадан келетін боламыз. Яғни кирканы үстен білетін боларсыздар алдыңғы сериядан бастап. Алдыңғы сезоннан бастап достар. Онда достар, біз бүгінге видеомызды аяқтайтын секілдіміз деп ойлаймын. Менің бана золотыларым мен бана орын болып, онда бана семей қалған секілді. Қазір достар, мен кирканы бұзып тастау керек. Және де мынаның орнынан тағы да бізге бірнеше золотыларымызды алуымыз керек. Достар, достар, онда біз бүгінгі видеомызды аяқтайтын боламыз. Яғни достар, өзімізге керекті ресурстарымызды таптық. Яғни алмаз, лазурит, редстоун және де золото достар. Өте керемет, желез айттым ғой да, железаны да тоже айтқан секілдімін достар. Біз бүгінгі видеомызда яғни 9 алмаз жинадық. 9 алмаз, өте керемет. Және достар, оған орай бір жағынан жол жөнекей, яғни нені де таптық. Қалай айтсам екен, зомбилардың спаунеріне қосып таптық. Және достар, оны алғарай серияларымызда бұйыртса жалғасы болады достар. Сол жалғастарына егер тағы да езігері мені алғары идея болмай қалып жатса, бұйыртса соғына баратын боламыз достар. Онда жақсы, онда достар, біздің видеомыз аяқтайтын шығамыз достар. Осы видеоның соңына да жетіп қалдық. Және жетіп қалдық емес, яғни жеттік. Осы видеоның соңын аяқтаймыз достар. Сіздермен бірге болғанмен әрқашан мача достар. Біздің видеомыз осы Майнкрафттан 3-ші бөлімде яғни шахтаға бардық достар. Шахтаға барып, яғни өзіміз керектер железамыз тауып, және угілдарымызды, лазуритті, редстоун, алмаз, золотыларымызды тауып, яғни Майнкрафттағы барлық ресурстардың бәрін тауып, бәрін болған таптық. Және достар, онда біздің видеомызды аяқтаймыз достар. Біздің видеомыз шахтаға барып, және достар, бәріне қош болыңыздар. Адиос.